2025 жылы әлемде баспасөз еркіндігі күрт нашарлап, алғаш рет қиын жағдайда деп бағаланды. Шекарасыз репортер ұйымының зерттеуіне сәйкес, 180 елдің 160-ында бақ қаржылық тұрақтылыққа жете алмай отыр. Ал әлемнің 1/3 елінде жаңалық тарататын медиа экономикалық қиындықтардан жабылып қалып жатыр. Қазақстан баспасөз еркіндігінің индексінде 100-ден 39 балл жинап, 180 елдің арасынан 141 орын алды. Ал ақш-та Дональд Трамптың екінші президенттік мерзімі жағдайды одан сайын ушықтырды. Экономикалық сылтаумен билік Америка дауысы мен Азаттық радиосын қаржыландыруды тоқтатып, бүкіл әлемде 400 миллиондай адам сенімді ақпараттан айырылды. Әлем елдерінің жартысында журналистік қызметте жағдай нашар, ал тек 4-тен 1-інде ғана қанағаттанарлық деп бағаланды. Дүниежүзі халқының 56,7% тұратын 42 елде баспасөз еркіндігі мүлде жоқ. Шекарасыз репортер бұл елдерде журналистикамен айналысу аса қауіпті кәсіпке айналды деп мәлімдеді.